Сәлем достар, сіздермен аяулым Тілеуғабыл. Біз бүгін тағы да бірнеше сөздің дұрыс айтылуы мен дұрыс жазылуын талдаймыз. Өкінішке орай, өкінішке қарай. Қай нұсқа дұрыс? Қазақ тілінде өкінішке орай емес, өкінішке қарай деп қолдану орынды. Себебі орай сөзі әдетте жақсы мүмкіндік, сәйкес жағдай мағынасында қолданылады. Мысалы, орай келіп тұр, орайын тауып айтты, яғни жақсы мағынада айтылады. Ал өкініш жағымсыз құбылыс. Сол себепті өкінішке орай тіркесі мағына жағынан қисынсыз болады. Дұрысы өкінішке қарай. Тіпті болмаса бір өкініштісі деген нұсқаны пайдаланған жөн. Биылғы жыл ма, биыл ма, ағымдағы жыл ма? Биылғы жыл, былтырғы жыл, бүгінгі күн қате жазылып айтылып жүрген тіркестер. Биыл бұл жыл, былтыр бір жыл дүр, бүгін бұл күн деген мағынаны білдіреді. Демек біз бұл күнгі күн, бұл жылғы жыл деп қолданып жүрміз. Сондықтан олардың қасына жыл, күн сөздерін тіркеп қолдану қате. Жай ғана биыл, былтыр, бүгін болды. Ағымдағы жыл, ағымдағы күн, үстіміздегі жыл дегенше. Бұл тіркестер орыс тіліндегі сегодняшний день, этот год деген тіркестердің тікелей аудармасы, яғни калька. Ең дұрысы биыл, бүгін. Халел Досмұхамедұлының бір сөзі бар. Ана тілін біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл күйініш. Тіл тазалығын өзімізден бастайық.